Бүкіл тарих бойы дүние жүзінің ұлы діндері адамзат өркениетіне өмір демін беретін. Бұл ілімдердің әрқайсысы ғаламның жаратушысы бар деп бекітіп, өмірдің рухани өлшемін түсінуге есік ашатын. Олардың әрқайсысы тұтас халықтардың бойындағы асыл сезімдерді оята, білімдерді ашатын, ақлақтық қағидаттарын бекітіп, адамзат қоғамын өзінің дамуындағы келесі сатысына бағыттады. Олардың барлығы өз табиғатында бір ортақ қайнар көзден шығады, әрі үдемелі түрде ашылып келе жатқан бір тұтас діннің көрінісі болып табылады. Олардың әрқайсысының ықпалынан пайда болған мәдени, технологиялық және әлеуметтік өзгерістер адамзат қоғамының орасан зор рухани мұрасын құрады. Бүгін біз ұшқыр әрі жиі үрей тудыратын өзгерістер уақытында өмір сүрудеміз. Адамдардың көбісі өздерін болашағы үшін алаңдау ахуалында аңғаруда. Біз ұлт ретінде, қоғам, ел, халық ретінде кімбіз? Адамдар арасындағы қарым-қатынастарды қандай қағидалар құру керек деген қоғамдық дискурстарда зор мәселелердің көтеріліп жатқанын көрудеміз. Ғылым мен техниканың қарқынды қадаммен алға дамып келе жатқанына қарай отыра, көптеген мәселелерге төтеп бере аламыз деген үміт бар. Дегенмен, дамудың басқа да жағы бар. Ғасырлар бойы адами қарым-қатынастарды қолдап келе жатқан қағидалар бірінен соң бірі ыдырауда. Қоғам арасында көптеген жаңа бөліністер пайда болуда. Және ғылым мен техниканың қаншалықты дамып келе жатқанына қарамастан, тек қана олардың көмегімен шешіле алмайтын көптеген жаңа қиындықтар туындауда. Қақтығыстардың күшейе түскен толқынына қарамастан, барған сайын көбірек адамдар біз бәріміз бір-бірімізбен өзара байланыстымыз деген түсінікке келіп жатыр. Әрі бірігуге әкелетін құндылықтарды табуға ниет білдіруде. Миллиондаған адамдар біз бәріміз өмір сүріп жатқан қоғамды жақсарту үшін еңбек етуде. Олардың арасында бір отбасы ретінде бүкіл адамзаттың бірлігі жайында бахаи ілімімен шабыттанып, балаларға адамгершілік білімін беруге, жасөспірімдердің әлеуетін босатуға, оларды ересек өмірге дайындауға көмектесу үшін жақындарымен, көршілермен және достарымен күш-жігерлерін біріктіріп жатқандары бар. Олар отбасын теңдік қағидатының негізінде қалай құруды және шешім қабылдауды кеңесуді қолдануды үйренуде. Олар кез келген ұжымда ғайбат сөзден қалайша тартынып, ауызбіршілікті қалай қалыптастыруға болатыны туралы білім жиюда. Дұғалық кездесулерде біз барлық отбасымызбен, тек өзіміздің кішкентай отбасымызбен емес, қосымша туған туыстарымыз келеді. Әке-шешеміз, ағайын, бауырларымыз деген сияқты. Бұл кездесулерде біз өзіміздің осы үлкен отбасылық ауызбіршілігімізді сақтауға көмектеседі. Сол үшін бұл кездесулер мен үшін өте маңызды. Менің жүрегім қуаны, біздің балаларымыз өзара араласып, бір отбасыдағы бір маңызды бір шаруаларды шешу керек болса, біз ең бірінші дұға оқимыз. Себебі дұға оқыған кезде біздің жүрегіміз тынышталып, Құдаймен байланысымыз артып, дұрыс шешім қабылдауға мүмкіншілік туады. Әркім сосын ақылдасу, кеңесу кезінде әркім өзінің пікірін ешкімнің көңілін қалдыратындай емес, бір ұсыныс ретінде айтады. Бір-біріміздің көңілімізді қалдырмауға тырысамыз. Олардың барлығына да осы жолмен алға жылжуға, адамның қай топқа жататынына қарамастан, оның алдынан қызмет ету жолын ашатын білім алу үдерісі көмектеседі. Адамдар дайындықтардан өту барысында біліммен бөлісу және өз ортасын жақсарту қабілеттерін дамытады.
Олар адамзат отбасының бірлігі туралы, балалар мен жасөспірімдердің қажеттіліктері туралы тұжырымдамаларымен танысып, алған білімдерін іс жүзінде қолданады. Кез келген адам өзінің жақындарымен бірлесе, білім мен қолдауға ие бола отырып, сондай-ақ басқаларға көмектесу арқылы өз ортасын жақсарту үшін қабілеттерін дамыта отырып, осы жолмен жүре Курсы алады. Института Рухи, они очерчивают путь служения человечеству. Прохождение по Рухи этому пути- институтының курстары адамзатқа қызмет ету жолын суреттейді. Бұл жолмен жүру қос бірлікті өнегелі мақсатқа ұмтылуды тұспалдайды. Ол рухани және интеллектуалдық даму, және біз өмір сүріп жатқан қоғамның жақсаруына үлес қосу. Бұған кез келген зауықта адам қатыса алады. Әрқайсысы басқаларға көмектесе отырып, басқалардан көмек ала отырып, өз қарқынымен жүреді. Осы жолмен жүрген кезде біз қос бірлікті мақсатымызды орындау үшін білім аламыз. Айқын түсінікке ие боламыз. Рухани қасиеттердің, дағдылардың, қабілеттердің, көптеген икемділіктердің дамуы жүріп отырады. Әрбір елде бұл күш-жігер бүкіл ғаламшардағы миллиондаған адамдардың Бахаулланың бірлік пен әділеттілік туралы ілімдерін іс жүзіне айналдыруға бағытталған күш-жігерлерінің бір бөлігі ғана болып табылады. Бұл іс-әрекет бүкіл әлемде өрбіген сайын, жергілікті тұрғындар өздерінің болашақ ұрпақтың қамын ойлау күш-қуатына бөленгендерін сезінетін мәдениет пайда болады. Олар өз көршілестіктері мен қауымдастықтарының әл-ауқатына үлес қосуға ұмтылады. Барлығы Алуаның қызмет ете бастағанынан басталды. Ол 1 жыл бойы оқыды, жетекші болды. Сосын ол менен, «Сіз де қызмет еткіңіз келе ме?» деп сұрай бастады. Мен бұл үшін не істеуім керек деп сұрадым. Өйткені қызмет ету деген сөздің өзі маған толық түсінікті болмады да, ол маған оның мағынасын ашып түсіндірді. Біз кем дегенде кездесулер үшін үйімізді аша аламыз. Мен үйді ашу бұл өте оңай ғой. Мен қонақтарды жақсы көремін. Адамдарды оңайлықпен шақырамын дедім. Сондықтан да шақырдым. Сөйтіп, көп адам естіп, көпшілігі қатысып, оларға ұнады. Ал қазір көршілер топ болып біздің үйде жиналатындықтан, қуанышымыз көкірегімізге сыймауда. Әрқайсысы енді бұл кездесулерді асыға күтуде. Бұл соншалықты қанаттандырып, рухтандырады. Әрбір елдің бай-банини мұрасы осы бастамаларға мәпелене өріліп, бір тұтас адамзат отбасының алуан түрлілігін жеткізетін әлеуметтік қатынастардың қайталанбас өрнегін құрады. Дети учатся строить дружбу. Балалар бір-бірімен достық қарым-қатынас орнатуды үйренеді. Олар дініне, ұлтына, сеніміне қарамастан барлық адамдар бір адамзат отбасының мүшелері екендігін үйренеді. Ересектер мен ата-аналар балалардың мінез құлқын дамытатын қарапайым сабақтарды өткізуге үйрене отырып, балаларға жағдай жасаудағы өздерінің қабілеттерін дамытады. Олар өз күш-жігерлерін балалары бір көршілікте өсіп келе жатқан отбасылармен біріктіріп, олар балалардың болашағы жайлы, балалардың басынан өткеретін қиындықтары жайлы, әрі оларда қалайша бірлесіп шешуге болатын бірге ойланып толғанады. Олар қарастырылып отырған білім алу үдерісі әрбір бала баға жетпес асыл тастар қазынасы, және тәрбиенің мақсаты осы асыл тастарды барынша ашып, оларды шығару деген тұжырымдамамен таныстырады. Например, как нарисовать, это только начало. Это самое начало чего-то, да? Если мы будем иногда себе Негізі ата-ана ретінде мен ойымша кез келген ата-ананың ойы ол уайымы. Ата-ана ретінде мен балаларымның болашағы жайында көп ойлаймын. Әсіресе енді олар өсіп келе жатыр ғой. Ертең олар ортаға шығады. Олардың ортасы не ол аула, ол біздің көршілер. Сол жердегі балалар, олар бір-бірімен қарым-қатынаста болады. Сонда қандай әсер ететін, қандай ықпал беретініне мен ешқандай кепілдік бере алмаймын ғой. Сондықтан мен олардың болашақтағы тәрбиесі, ол қандай адамзат
қандай азамат болып өсетіні қатты толғандырады. Ең бірісті оларға жақсы білім беру үшін мен өзім білімді болуым керек. Сондықтан осы оқу барысында материалдарды өзім рухани тәрбие алу барысында болашақтағы балаларыма да тәрбие беру маған түрткі болды сол ой. Және ол үлкен күш берді маған. Бастапқы уақытта біз енді қазір сондай қоғамда өмір сүріп жатырмыз, бір-бірімен онша қарым-қатынас жоқ, көбінде көп адамдар, ата-аналардың барлығы қолдар тимейді, олар азынан кешке дейін жұмыста, табыс табу керек. Сондай заманда барып көршімен танысу, мен ойымша қазір үлкен, не дейді жаңағы, жетістік дей ма, үлкен жұмыс ол. Менің өзіме өте ұнады, балама ұнады. Осында алғанымен және түйсігінен өткізгенімен ол үйдегілермен бөліседі. Менің анама өзінің әжесіне ол былай деп әңгімелейді. Апашка, білесің бе, біз бүгін шындықты зерделедік. Ал мына жерде сол жайлы сурет. Ал мынау болса шыдамдылық. Бұл шабдалы бірден өспейді. Оның жеміс беруін күту керек. Апашка әрқашан, бұл өте жақсы ғой, бұл мейірімділік сабақтары ғой, деп қолдап отырады. Баста балалар сыныпы, балалар жиналғанда, олар тез өткелеп қалатын, бір-біріне, олардың неше түрлі қылықтары болатын да. Мысалы, бір ойын бастасақ, мен бірінші боламын, бірінші болмаса өткелеп қалып, кетіп қалатын да. Сосын біз барып, олмен сөйлесіп, сен түсінші бірінші боламын десең, әр уақытта басқа бала бірінші болмай қалады ғой. Біз барлыққа сондай бір беру керекпіз, сондай кезек беру керекпіз. Сонда ғана біз мысал достаса аламыз бір-бірімізмен, сосын бірлікті сақтай аламыз. Сөйтіп сөйлесіп, балалар бір-біріне тез түсініп кетті. Екінші, үшінші сабақта біз жаңа қасиеттерді өте берген сайын, олар жақсы түсініп бастады. Осы сабақтар арқылы балалардың рухани қасиеттері жаңарып бара береді да. Мысал, олар біз күнделік жұмыстармен көбінесе айланысамыз да. Мектепке барады, үйге келеді, тамақ жейді, сосын сабақ жасайды, бірақ рухани қасиеттерге орын болмай қалады. Сонда біз мына класстарда сол қасиеттерді үйренген сайын, балалар сол қасиеттерді апта сайын, мысалы, естігенін мектепте, үйінде сондай практика жасайды. Бір-бірімен, sonra мама папасымен, ата апасымен тыңдайтын болады, сондай қандайдыр басқа атмосфера ортаға келеді. Жастар өздерінің жастық шақтарын жасөспірімдерге қамқорлық жасауға арнайды. Олардың есеюлеріне көмектесе отырып, жастар өз қабілеттерін дамытады. Сонымен қатар болашақ ұрпақтарға да негіз қалайды. В группе Топта кездесулер барысында жасөспірімдер өз ойын жеткізуге, өзара әрекеттесуге, өз құрдастарымен ортақ тіл табуға үйренеді. Олар әлеуметтік жобаларды бірге жасайды. Бұл жобалар топта жұмыс істеуді үйренуге бағытталған. Міндеттерді бөліп беру, қандай да бір тапсырманы өз мойнына алып, жұмыста аяғына дейін жеткізу. Мысалы, біз бір жолы ағаш отырғызған едік. Бірі өз мойнына топырақты дайындауды алды, бірі қоспаны дайындады, бірі орын тауып, оны ағаш отырғызуға дайындады. Осы ретте бұл процеске барлығы да өз үлесін қосты. Жасөспірімдер ең бастысы естіліп тыңдаулы болуларын қалайды. Олар өз ойларын айқын да анық жеткізе алмайтындығына жиі тап болып жатады. Жасөспірімдер тобының кездесуі барысында біз олардың қабылданып, естіліп тыңдаулы бола алатындай ахуалды құруға тырысамыз. Бұл қабілет оларға қоғамда әрекет ететін және оларға әсер ететін күштерді тануға және олармен әрекеттесуді үйренуге көмектеседі. Любовь – причина жизни. Это сила, которая соединяет все вещи во Вселенной, отвечает взволнованно госпожа Чен.
Для меня работа с Мен подростками... үшін жасөспірімдермен жұмыс істеу өзіме өте ұнайтын, қоғамның дамуына қосатын үлестерімнің бірі. Жауапкершілік мен зейінділігім арта түскенін байқадым. Өйткені жасөспірімдер сондай ғажайып адамдар. Оларда сан қилы сезімдер бір-бірімен тоғысып жатады. Және олар мүмкін әзірге ол сезімдерді қалай білдіре аларын білмеуі мүмкін. Сондықтан өте мұқият болу керек. Сондай-ақ жауапты да ұқыпты бола бастадым. Өйткені мен жасөспірімдерге үлгі болғым келеді. Біздің топтағылардың бәрі жақын достар. Сондықтан достық ахуалымен бізде аса мәселелер туындаған емес. Бірақ сонда да кейбір түзетімдерді енгізу қажет болды. Біз сондықтан бәріміз ұстанатын белгілі бір ережелерді қалыптастырдық. Ал қазір мен бұрын болмаған ілгерушілікті байқаудамын. Балалар ашығырақ бола бастады. Олар бұрыннан да дос болатын, бірақ қазір бір-біріне әлде қайда жақынырақ. Олар кейбір бұрын талқыланбаған тақырыптарды талқылай алады. Сондықтан өте жарқын, керемет мейірімді ахуал орнауда. Ал бұл қуантпай тұрмайды. Соңғы талқылаған тақырыптарымыздың бірі мамандығымызды таңдау. Өзіміздің мақсатымыз жайлы болды. Менің түсінуімше, балалар мұндай тақырып жайлы әлі ойланып көрмеген. Өйткені бұл өте ауқымды тақырып. Бірақ оны талқылағаннан кейін, ата-аналар балаларының кім болғылары келетіні туралы олармен сөйлесе бастағаны жайлы, болашақ туралы ойлай бастағандары жайлы маған кері байланысын берді. Бұл мені өте қуантты. Өйткені олардың бойына осындай дән егіліп жатыр. Олар өздеріне ұнайтын кәсіптермен айналыса отырып, қалайша пайдалы бола алатындары жайлы ойлана бастады. Жасөспірімдермен жұмыс істеуге мүмкіндік берілгеніне өте қуаныштымын. Бастапқыда мен әлі де тәжірибем аз деп ойладым. Бірақ қазір әр кездесу сайын үлкен қуанышты сезінемін. Арамызда үлкен қуат алмасу бар және үлкен ілгерілеуді сезінемін. Сондықтан сабақ біткен кезде әрқашан жанымда жылылықты сезінемін. Всегда чувствую такое тепло в душе, когда заканчивается класс. Задача учеба загадать задачу, остальных игроков подобрать. Жақында біз жасөспірімдермен мынадай екі сөзді зерделедік. Бір-біріне аса зор сүйіспеншілікпен және жуастықпен, жылы шырай таныта, достықпен қараңдар. Талқылау барысында олардың өз ойларымен бөліскені ұнады. Қазір оларға ортақ тіл табу өте қиынға соғып жатыр. Өйткені жалпы барлық адамдар бөлініп жарылады. Сондықтан оларға қандай да бір қарым-қатынас орнату қиын. Біз бұны талқылағанда, бұның қазір барлығы үшін өте өзекті екенін түсіндік. Бір-біріне жаман сөздер айтуды қойды. Сондай-ақ олар бір-бірін жақсы көретіндіктен, бір-біріне нендей жақсылық істеуге болатынын ойлады. Біз ең алдымен доспыз. Бізде бір-бірімізге деген сенім бар. Жасөспірімдердің күйзелістік жағдайлары көп, және біз олармен бұл туралы сөйлесе аламыз. Жасөспірімдер тобы бұл тек материалды оқып үйрену немесе жобалар ғана емес, ол ең алдымен достық. У нас в нашей подростковой получается. Біздің жасөспірімдер тобында мен шақырған сыныптастарым. Алғашында жалғыз болдым. Сосын бір адамды шақырдым. Одан кейін басқасын. Осылайша жалғаса берді. Ал қазір топта көппіз. Тәлімгерлер ынталандыратын адамдар. Олар күштерінен келгеннің бәрін жасауға тырысады. Әрі бұл олардың қолынан өте жақсы келеді. Бұл біздің барлығымызды жеткіншектерді қатты қуантады деп ойлаймын. Мен тәлімгер болғым келеді. Менің қазір жасөспірім жасындағы достарым біздің жастағы балаларға көмектесетін, оларға ақыл айтып, жөн сілтейтін, барлық жағынан қолдау көрсететін болатынымыз қандай керемет. Мынаны айтуды ұмытып кетіппін. Маған көптеген тәлімгерлер қолдау көрсетті. Көңіл күйім нашарлаған кезде мен оларға жазып отырдым. Олар бәрі өткінші, өтеді де кетеді деп қолдап отырды. Қызмет ету тұжырымдамасы отбасындағы қарым-қатынасты нығайтады. Ерлі-зайыптылар үйлесімді қарым-қатынастарды қалай орнатуды үйренеді. Білім беру процесі оларға шешім қабылдауда. Ақиқат тек бір отбасы мүшесіне ғана тиесілі болмайтын кеңесу құралын үйренуге көмектеседі. Олар әр адамның даусын тыңдап, туындаған сұрақтарға жауап іздеуді үйренеді.
Олар отбасындағы теңдік қағидасын және өсіп келе жатқан ұрпақ үшін жауапкершілікті қалай бөлісу керектігін, сондай-ақ кеңейтілген отбасында сүйіспеншілік пен ынтымақ рухын кеңінен жаюды үйренеді. Мы наблюдаем, что в обществе Қазіргі заманның кейбір мәселелерін шешуде қоғамда бәтуаға келу қиындап бара жатқанын байқаймыз. Адамдар, топтар, қауымдастықтар және қоғамдық институттар арасындағы қарым-қатынастардың дұрыс тепе-теңдігін табудың өзекті қажеттілігі туындады. Бұл қарым-қатынастар құрылатын іргелі қағидаттарды қайта қарастыру және қоғамымыздың болашағына деген ортақ көзқарасқа, қоғам құрылымдары мен қарым-қатынастарында табиғи түрленімді талап ететін ортақ көзқарасқа ие болу талап етіліп отыр. И в общественных взаимоотношениях. Бүкіл адамзат отбасының бірлігіне деген көзжетімділікті ұстана, осы көзқараспен байланысты қағидаттарды қолдану тәжірибесіне сүйене отырып, бахаилар әлеуметтік әл-ауқатқа қатысты тақырыптар бойынша әртүрлі деңгейдегі дискурстарға қатысуда. Ойлау, қоғамдық пікір және стратегия қалыптасып, дамытылатын әртүрлі әлеуметтік кеңістіктерде олар жеке адамдармен, топтармен, үкіметтік және үкіметтік емес ұйымдармен ынтымақтасады. Олардың мақсаты ортақ өркендеу мен әділеттікке ықпал ететін идеяларды ілгерілетуге үлес қосу. Мәселелерге дайын шешімдер ұсыну ниетінен тәуелсіз, бахаилар еліміздің өркендеуіне жәрдемдесіп жатқандармен бірге үйренуде. Және Бахаулланың аяннан алынған нұрланулар мен оның ілімдерін қолдану тәжірибесімен жомарттықпен бөлісуде. Осының барлығы қоғамды жақсарту үшін.